Сәлем достар, айтып берем арнасына қош келдіңіз. Арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, себебі біз қазақ тілі мен қазақша контенттің дамуына бірге үлес қосуымыз керек. Труман ерекше қалада тұратын және сақтандыру агенті болып жұмыс істейтін ең қарапайым адам. Оның әдемі әйелі Мэрил және ең жақын досы Марлен бар. Труман аспаннан жарық шамы құлап түскенге дейін бәріне риза болатын. Ол жасанды әлемде өмір сүреді деп күдіктенбейді, бірақ ол жерде одан басқасының бәрі актер. Сихейвен қаласы ол туылғанға дейін салынған. Бұл күмбез астындағы үлкен қала. Труманның дүниеге келуін бүкіл әлем бірінші телешоуда көрді. Ол телешоу түсіріліп жатқанын білмейтін бір адамның айналасында түсіріледі. Труманның бүкіл өмірі тәулік бойы телешоу болып табылады және Кристоф бұл шоуды ойлап тапқан продюсер. Бұл бағдарлама 30 жылдан бері түсіріліп келеді. Труман құлаған шамды тапқаннан кейін ары қарай жұмысқа кетеді. Олар радиодан прожектордың ұшақтан құлағанын айтты. Кеңсеге бара жатып Труман журналды әйел үшін сатып алады, бірақ шын мәнінде ол мектептен жақсы көретін қыздың портретін құрастыру үшін журналдан қыздардың фотосуреттерінің бөліктерін жұлып алып, сол қыздың бейнесін жинағысы келеді. Демеушілік жарнамаларды көрермендер көру үшін олар оны постердің қасында тоқтатады. Кеңседе Труманға басшысы келеді. Ол қаланың басқа бөлігіндегі клиентті сақтандыруға тапсырма береді. Ол жерге тек паром арқылы жетуге болады. Ал Труман бала кезінен судан қорқады. Ол кішкентай және тым ізденімпаз болған кезде Кристоф Труманға саяхаттаудан және ашық судан қорқуды жүрегіне ұялатады. Содан кейін ол ешқашан Сихейвеннан кетпейді деп ойлайды. Ол үшін Труманның әкесін шоудан шығаруға тура келді. Екеуі яхтада дауылға ұшырады және баланың айтуынша әкесі суға батып кетті. Осы балалық жарақатына байланысты Труман ешқашан кемеге отыра алмады. Тіпті пайдалы клиентті жоғалтып алу қорқынышы оны судан өтуге итермелей алмады. Кешке Труман Марленға Сихейвеннан кетуді армандайтынын айтады. Ол жер шарының арғы жағында орналасқан Фиджиге барғысы келеді. Сол жерге мектеп кезінен ғашық болған қыз Лорен көшіп кеткен. Алайда Марлен бұл бастаманы шынайы қабылдамайды және досын Райаннан көндіруге тырысады. Труман әйеліне Фиджиге сапары туралы айтқанда, ол да бармаудың себептерін табады. Келесі күні жұмысқа бара жатқанда Труман үйсіз адамды кездестіреді. Бұл оның 20 жыл бұрын қайтыс болған әкесі екенін түсінеді, бірақ Труманның онымен сөйлесуге уақыты жетпейді. Өтіп бара жатқандар адамды алып кетеді де, Труманге оны қуып жетуге мүмкіндік бермейді. Осы уақиғадан кейін Труман анасына барады, бірақ ол ұлына бәрін ойыңнан шығардың деп сенбейді. Үйде ол әкесімен бірге түскен ескі суреттерді қарау үшін жертөлеге түседі. Мұнда ол Лореннің соңғы кездесуінде жағажайда қалдырған жемпірін табады. Труман орта мектепті бітірген кезде шоу продюсерлері болашақ әйелінің рөлі үшін қызды таңдап алған. Алайда ол кездейсоқ көрген Лоренға ғашық бола бастады. Лоренді қарсылық білдірмеді. Басқа актерлер Лоренді Труманнан жасыруға тырысты. Тіпті оны кештен алып кетті, бірақ бұл көмектеспеді. Бір күні кітапханада олардың жолдары қиылысады, ал Лорен бұл жерден қашуды ұсынады. Олар жағажайға келді. Ол жерде қыз бұл жердің шынайы емес екенін мойындады. Ол өзінің шын есімі Сильвия екенін айтады. Сол кезде оның әкесі келіп, оның шизофрениямен ауыратынын және ертең Фиджиге көшетіндерін айтты. Шоудан шыққаннан кейін Сильвия Труманды күн сайын теледидардан қарайтын. Жаңа күн Труманға жаңа ашылулар әкелді. Ол көлікте келе жатқанда радиодан түсіру тобының әңгімелерін естіп қалады. Шоу қызметкерлері Труманның қозғалыстары туралы актерлерге хабарлайды. Содан кейін радио қайта қосылып, диктор олардың абайсызда полиция толқынын ұстап алғанын айтты. Труман күдіктене бастайды. Ол жұмысқа бармайды, оның орнына ол өтіп бара жатқандарды бақылай бастайды. Олардың қалай әрекет ететінін мұқият бақылайды. Оған кенеттен бүкіл әлем оның айналасында айналатындай болып көрінеді. Труман кеңсе ғимаратына кіреді. Ол жерде лифт есіктерінің артындағы қосалқы бөлмені көреді. Алайда күзетшілер оны көшеге шығарып жібереді. Содан кейін Труман өзі сенетін жалғыз адам Марленға жүгіреді.
Ол өз қорқынышымен бөлседі, ал досы оны жұбатады. Труманды үйде әйелі мен анасы күтіп отыр. Олар бірге сәби кездегі фотоларын қарайды. Труман жалғыз қалғанда үйлену тойындағы суретті табады. Ол Мэрилдің алғашқы сүйісу сәтінде саусақтарын айқастырып тұрғанын көреді. Ол қайтадан күдіктене бастайды. Келесі күні Мэрил жұмысқа кеткенде ол оның артынан бақылауды шешеді. Әйелі ауруханада медбике болып жұмыс істейді. Жұмысқа кетер алдында ол кеше лифтте 10-шы қабаттан құлап кеткен әйелдің аяғына күрделі ота жасалатынын айтты. Ауруханада Труманға оның жолына түскендердің бәрі кедергі жасайды. Дегенмен, ол дәрігерлердің кейпіндегі актерлердің операция бөлмесіне жетеді. Соңғы сәтте Труманды күзетшілер алып кетеді. Содан кейін ол чемоданын жинап Фиджиге ұшақ билетін сатып алу үшін туристік агенттікке барады. Агенттік қызметкері билет жоқ деп хабарлайды. Труман Чикагоға бару үшін автобусқа отырады, бірақ бұл ойы да іске аспайды. Автобус бұзылып қалады. Ол үйіне қайтып көліктің ішінде ұзақ уақыт бақылап отырады. Мэрил келгенде ол оған маңайда серуендеп жүрген адамдардың бір әрекетті бірнеше рет қайталап жасайтынын айтады. Мэрил қорқады, бірақ Труман райынан қайтпайды. Ол дәл қазір қаладан кетуді ұсынады, алайда оның жолында тоқтаусыз кедергілер пайда бола береді. Ақырында ол өзі өте алмайтын көпірге тап болады. Труман газды басып рөлді Мэрилға беріп, көпірдің екінші жағына өтіп кетеді. Одан кейін апат болған атом электр станциясында тоқтайды. Көлікті тоқтатқан офицер Труманды танымаса да атымен атайды. Труман көліктен секіріп шығып, блокаданы бұзып өтуге тырысады, бірақ оны ұстап алып, үйіне қайтарады. Содан кейін ол әйелін басқалармен сөз байласып жатыр деп күдіктене бастайды. Ол оны мойнына пышақты тақап, айналасымен сөйлесе бастайды. Мэрил көмекке шақырады. Труман оның белгілі біреуге сөйлеп тұрғанын түсінеді. Уақытында келген Марлен жағдайды сақтап қалады. Ол досын ақылға келуге көндіреді. Шын мәнінде Марлен Кристофтың құлаққапқа сыбырлаған мәтінін айтып отырады. Соңында Марлен Труманның әкесін іздеп, оны осында әкелгенін айтады. Әкесімен болған кездесудің жүректі елжірететін көрінісінен кейін продюсерлер тынышталады. Олар Труманның өмірі қалыпты жағдайға оралатынына сенімді. Немесе продюсерлер солай ойлаған. Труман баяғы өміріне оралып жұмысқа кіріседі. Көршілермен әзілдесіп, тіпті жаңа қызметкермен танысады. Бірақ барлық уақытта Труманның ойында тек қана қашу еді. Дүние жүзіндегі адамдар түсіру тобымен бірге Труманды жертөледе қорылдап ұйықтап жатқанын көріп отыр. Кристоф бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенеді. Ол Труманның үйіне қоңырау шалуды сұрайды, бірақ ол телефонды көтермейді. Содан кейін олар таспаны артқа айналдырып, оның шкафта тығылу үшін үстелдің астынан жорғалағанын байқайды. Кристоф оған Марленді жібереді. Ол жертөлеге түседі де көрпені ашады. Труманның орнына үрлемелі ақ қала болады. Сосын Марлен қоймаға қараса сыртқа шығатын баспалдақ тұрғанын көреді. Марлен абдырап камераға қарап Труманның қашып кеткенін айтады. Кристоф шоуды бірден тоқтатады. Ол жоғалған Труманды іздеуге бүкіл қаланы шақырады. Сихейвен актерлері, экипаж мүшелері, Труманның отбасысы бәрі іздейді. Олар қаланың барлық көшелерін аралайды, бірақ таба алмайды. Содан кейін Кристоф күндізгі жарықты іздеуді жалғастыру үшін күнді қосуға бұйрық береді. Ақырында ол осы уақыт бойы дұрыс емес жерден іздегенін түсінеді. Ол айлақтағы және судағы камераларды қосуды сұрайды. Олардың бірі Труманның яхта алып, ашық теңізге қарай жүзгенін көрсетеді. Кристоф өзінің басты кейіпкері тығырықтан шығудың жолын іздейтінін түсінеді. Бірақ ол Труманды бостандыққа жібергісі келмейді. Кристоф оның Сихейвеннан шыққысы келетінін дәлелдеу үшін қолдан сынақтар жасайды. Оны қайықтан құлату үшін жел мен толқын жібереді. Дегенмен Труман енді дауылдан да, судан да қорықпайды. Ол оған қарап тұрған адамдарға өзінің еркіндікке деген ынтасын дәлелдегісі келеді. Ал Кристоф бұл қарсылықты қабылдайды. Ол қайықты аударып тастауды шешеді. Труман есін жоғалтқанға дейін үлкен толқындар бірінен соң бірі жіберіледі. Телеарна иесі Кристофқа тоқта деп бұйырады. Қызметкерлер Кристофтың бұйрығын орындаудан бас тартады. Бірақ ол айтқанынан қайтпайды. Труманның ес-түссіз жатқанын көріп, ол дауылды өшіреді.
Біраз уақыттан кейін Труман есін жинайды. Желкендерді көтеріп, ары қарай жүзе бастайды. Ол бастаған ісін соңына дейін жеткізгісі келеді, бірақ ол аспанның түсіне боялған қабырғаға тірелемін деп ойламаған еді. Ол бұл қабырғаның шегі жоқ деп ойлайды. Бұл жерден ешқашан шыға алмаймын дейді, бірақ ол қабырға бойындағы жолды байқайды. Сол жолмен келе жатқанда баспалдақты көреді. Баспалдақпен көтеріліп, шығу деген жазуы бар есікті байқайды. Труман есікті ашады, ал Кристоф оны көндіруге соңғы әрекет жасайды. Бұл жерді өзі жасап, Труманды туғаннан қамқорлыққа алғанын айтады. Сихейвенда ол қауіпсіз өмір сүреді деп, сыртта оны да дәл осындай жала мен жалғандық күтіп тұрғанын айтады. Дегенмен, Труман шетіне жеткенде шегінуге ниетті емес. Ол көрермендермен қоштасып кетеді. Труман үшін телебағдарламаның көрермендері қуанады. Бірін-бірі құттықтайды. Сильвия осы уақыт бойы Құдайға Труманның шынайы әлемге шығуын сұраған болатын. Енді ол бақытты. Ол өзінің сүйікті адаммен кездесу үшін студияның корпусына жүгіреді. Трансляция аяқталғанда адамдар жаңа, қызықты шоу іздеу үшін жай ғана басқа арнаға ауысады.